Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін лайфхак айдары. Мен өзім қонақ күткенде қандай лайфхактарды пайдаланамын. Бір десерттен 2-3 түрлі десерт шығаруға болатын сіздермен қазір бөлісетін боламын. Бірінші, біз осы мастер-класс барысында сіздермен қарағыз пирогын дайындаған болатынбыз. Сол қарағыз пирогының жарты бөлігін сіздер трайфл дайындауға алып қалсаңыздар болады. Фисташканы бетіне сеппей тұрып, қарағыз пирогының жарты бөлігін кесіп аласыздар. Оны жақсылап ұнтақтайсыздар. Ұнтақтап болғаннан кейін, кондитерский магазинде бар жоғы 50 теңге тұратын осындай стаканчиктер бар. Сондай стаканчиктер алсаңыздар болады. Например, сол бір жарты қарағыз пирогының бисквитінен сіздер 6 штук трайфл жасай аласыздар. Сондай дайын одноразовый стаканда. Ол стакан негізі одноразовый деп есептеледі, бірақ сіздер ол стаканды қонақ кеткеннен кейін жақсылап жуып, кәдімгі многоразовый ыдыс ретінде пайдалансаңыздар болады. Ең бастысы сындырып алмасаңыздар болғаны. Трайфл жасауды сіздерге бонус ретінде беремін. Сол жерде қолданатын бисквиттің орнына қарағыз пирогының дайын бисквитін ұнтақтап қоса саласыздар.